Көралмаушылық, бақталастық екі туып бір қалғандарында болады. Осыны ойлағанды менің жетістігіме неге қуанбады деп өзгелерге өкпелеу ақымақтық емес пе? Ағайынның бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң асырай алмайды. Өз тағдырына риза болмағандар басқаның бақытын қызғанады. Қазіргінің адамдары қандай өзі? Өсек сөзге сенеді, жетпей көзі. Біреулерді сыртынан ғайбаттайды, сүйектерден өтердей болып сөзі. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, қаумалаған көп жаман, сол жақсыны көре алмайды. Көре алмаушылық деген бәле іштарлықтан шығады. Осы кесапатты дерт, кесерлі сырқат меңдеп кеткен секілді. Мұның себебі өте көп және тым тереңде. Өлшем өзгерді, ақылды ақша билеп алды, өзімшілдік пен көкіректік асқынды. Тағысын тағылар. Әр адам өз ішіне өзі үңіле білмегі, іштарлығын құштарлыққа жеңдірмегелі ләзім. Ол үшін ең алдымен ұлттық көркем әдебиет жауһарына қайта оралу керек. Орала аламыз ба? Гәп пен кеп осында. Маған ұнайды түймесін көре алмайтындар ешқашан баспайды. Надандар білімді адамды көре алмайды. Көре алмаушылық жүректегі у. Бар ағайын асырай алмайды, жоқ ағайын көре алмайды. Жаман өзі бола алмайды, болғанды көре алмайды. Бар болсаң ағайынның көре алмайды, жоқ болсаң мә саған деп бере алмайды. Болымсыз өзі бола алмайды, болғанды көре алмайды. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал, өмір оған өзі-ақ жазасын береді. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көре алмаушылық пен қызғаншақтық құртады. Өзгені төмендеткеннен өзің биік боп қалмайсың. Біреуді өсектемес бұрын оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр, оның жолдағы шалынған әр тасына шалын, оның бар ауыртпалығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айт. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Ағайынның ішінде бір жақсы бар болса, қаумалаған көп жаман, сол жақсыны көре алмас. Күншіл күнде күңіренеді, есігінен күле кіріп, күңірене шыққан адамнан сақтан деген. Іштарға биік тау даласы, пейілі кеңге дөңде тау. Барға қанағат, жоққа салауат. Шытар әйелден ізет күтпе. Кешіре білмеген кекшіл келеді.